Қараңыздаршы, мынандай деген әдемі. Алла қаласа мына мен Турцияда бір күшті образдар жасау керек қой мына. Өте әдемі. Ішіне тікелей Дубайдан келді кеше. Сонымен енді бұның длинасы ұзындау. Өте прям қатты ұнап жатыр. Сіздермен бөліспесем болмайды, шыдай алмай жатырмын. Негізі сразу көрсетемін деп едім образдарын. Осындай сіңілден айналасың ғой. Менің жүйріктігімді басып жатыр деп ше. Фрукты, мұнда мен өзім жегім келіп, прям соның ісі. Серік, сен мені шын жақсы көресің ғой, ә? Жоқ. Иә. Сен эфир үшін жүрген жоқсың ғой, ә? Жоқ. Бұл әдемі ғой, ә? Бұлбұлды қатты жақсы көресің ғой, ә? Әдемі. Тағы? Қатты жақсы көремін. Еще. Не айтам? Не айту керек? Бұлбұл қандай тәрбиелі, жақсы қыз деп айт. Бұл тәрбиелі, жақсы қыз. Еще ты очень сильно любишь, да, Бұлбұл? Қатты жақсы көремін. Точно? Вот көрдіңіздер ғой, ешқандай қинаусыз, алдаусыз, өзі шын жүректен айтып жатқан маған сөздері. Сондықтан өйтіп жаман жазбауларыңызды сұраңыздар. ЖКС-тің осындай 1990 теңге тұратын комбо сетін алсаңыздар болады. Ішіне нан кіреді или самса на выбор, салат, чай или сок на выбор и плов. Өте дәмді. Все, спасибо. Рахмет. Заказ берсеңіздер болады. Барлық ЖКС-тің точкаларында бар. Өте арзан және өте дәмді. Баршаңызға қайырлы кеш. Маған осындай керемет отзывтар жіберіп жатыр. Осы уақытта кәдімгідей біраз адамдар керемет отзывтарға ие болған екен. Енді дәл осы адамдар сияқты ақшаларыңызды көбейткілеріңіз келсе, 30 шайлы білгілеріңіз келсе, телеграмда менің каналым бар. Сол жерде барлығын үйретемін. Қызық болса, ссылка в шапке профиля. Менің инстаграм аккаунтында главный страницасында тұр. Сол жерге өтіп сұрасаңыз. Жаурап шаршаған, ауруға дым, желание жоқ адамның киіну болды ғой бүгін менде. Сұлуынан жылуы деп осылай қабат бір киініп алдым. Сосын қазір жұмысқа баратып ойлап тұрмын. Әр күніңді әсемде деген кітапты алып алсам ба деп тұрмын, жолдан кітапхана шықса. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Қазір қасыма қарап тамсанып отырмын. Мен сияқты қасымен проблемасы бар адамдар болса, маған алдындағы масла кәдімгідей көмектесті. Білмеймін еді. Может, өз-өзімді сендірдім ба, или шынымен де пайдасы бар ма? Кәдімгідей өсіп қалды. Отопление жұмыс жасамай қалып еді бүгін. Сонымен енді салқындау. Жалпы менен көбісі сұрап жатады енді. Менде қалай сразу жақсы болып кетті айтайын ба, неден бөліскім келіп отыр. Жалпы мен алдында көбісіңіз сұрадыңыздар ғой, менен неге атын өзгертпей жатсың деген сияқты, неге өзіңнің атыңды қоймайсың деген сияқты. И мен бұрыннан жасап жүрген салонды сразу алған болатынмын. Өзімнің атымен логотип, яғни франшиза полный барлығын алған болатынмын. Сол үшін де маған оңайға түсті, өйткені осы бұрыннан жүріп жатқан салонның өзінің тұрақты клиенттері бар деген сияқты уже біраз адам біледі.